Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы пәні бойынша дәріс сабақтарына шолу жүргізелік. Курстың мақсаты қазіргі заманауи компьютерлер архитектурасы және негізгі түсініктері жайында, компьютерлік жүйелер мен желілер жайында білімдерді үйрену, сондай-ақ алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана алуды біліктендіру болып табылады. Курс барысында білім алушылар қазіргі заманғы компьютерлік жүйелердің негізгі жобалану принциптерінде талдау жасап, ең маңызды ерекшеліктерін үйреніп меңгереді. Процессор – компьютердің басты бөлігі. Процессор компьютердің миы деп айтсақ та болады. Ол компьютерді басқарады және программадағы барлық командаларды орындайды. Бұл құрылғы командаларды таниды, оларды орындайды, нәтижелерді шығарып береді, немесе оны қайтадан жадқа жазады. Компьютердің кез келген жұмыс процестерінің катканасыз орындамайды. Яғни, жедел жады дегеніміз информация компьютердің ішкі және сыртқы жадында сақталады. Компьютердің ішкі жады негізгі болып табылады. Себебі процессор осы жадпен тікелей жұмыс атқарады. Оны көп жағдайларда оперативті жад деп те атайды. Өйткені ол қашанда жұмысын үзбеген компьютерді информациялармен қамтамасыз етіп отырады. Сыртқы жады информацияларды көп мерзімге сақтап қоюға арналған сыртқы жадқа иілгіш және қатқыл дисктер, магниттік таспалар, оптикалық диск және магнитті оптикалық дискеттер жатады. Енгізу шығару құрылғылары. Бұл құрылғылар компьютердің негізгі құрылғылары болып табылады. Енгізу құрылғысы арқылы өңделетін информациялар, программалар машинаның жедел жадына енгізіледі, ал шығару құрылғысы арқылы нәтижелерді, аралық мәндерді адам түсінетін түрде шығарады. Магниттік дискілердің екі типін болады. Біріншісі типке иілгіш алмалы-салмалы дискілер. Бұл дискілерде программалар, құжаттар, деректер сақталады да қажет кезінде олар компьютерде пайдаланылады. Компьютер жүйелері бір-бірімен параметрлері мен арнаулары бойынша ғана емес, ішкі архитектуралық ұстанымдары бойынша да өзгешеленеді. CISC, яғни ағылшынша Complicated Instruction Set Computers, командалар жүйесінің қиындатылған компьютерлер деген мағынадағы маңызы компьютердің командалар жүйесіне семантикасы бойынша қиын бағдарламалау және тілдерді жүзеге асыруда рекурсивті процедураларды шақыру және дисплей тіркеуіштерді автоматты жаңарту жолдары мен массивтерді топтық жіберу операциялары, жиі қолданылатын типтік әрекеттерді іске асыратын операциялар қосылуы болып табылатын архитектураның тарихы. CISC компьютерлердің типтік өкілдері Эльбрус копроцессорлы есептеу комплексі, IBM сериялы машиналары болып табылады. VLIW Very Long Instruction Word командалық сөздік 1980-1990 жылдары компьютерлер архитектурасы негізінде жеке командалар кезегі деңгейінде компилятормен параллель есептеулерді статикалық жоспарлау. Бұл архитектурадағы әр команда бір машиналық такт ішінде процессордың бірнеше бір құрылғыларын орындалатын бірнеше команданың астынан құралады. EPIC Explicit Parallelism Instruction Computers параллельденуі компьютерлер. Яғни архитектурасы бойынша VLIW ұқсас, бірақ жаңартулар бойынша, мысалы спекулятивті есептеу шарты конструкцияның бұтағында параллель орындау шартын есептеумен қосылған. Multi-core computers көп ядролы компьютерлер. Осы уақытта танымал әр процессордың бір кристалда біріктірілген ортақ, жалпы параллель жұмыс істей алатын бірнеше ядросы болатын компьютерлердің архитектурасы. Hybrid Processor Computers гибридті процессорлы компьютерлер.
Компьютер архитектурасына жаңа кеңінен таралып келе жатқан процессор гибридті құрылымды процессор және графикалық процессорлар болып табылады. Портативті компьютерлер параметрлері бойынша үстел компьютерлерінен қалыспайды, бірақ өлшемі бойынша сөмкеге немесе рюкзакқа, ұшақта іссапарға бара жатып, уақытын бос өткізгісі келмейтін қолданушы алдын еркін сыяды. Қалта портативті компьютерлері мен органайзерлер бұл алақанға немесе қалтаға сыйып кететін, бірақ жылдам әрекеттігі бойынша кейде ноутбукпен бәсекелестікте тұра алатын мини-компьютерлер. Мобильді құрылғылар дауыстық байланыс үшін кейде интернетке шығу немесе қандай да бір ақпаратты өңдеуге немесе жазуға күнделікті қолданылатын құрылғы. Информацияларды кодтау қандай да бір алфавитті пайдаланып информацияны жазуды кодтау деп атайды. Информация мәселесінің ақиқаттық жағдайын толық ашатын болса, оның дәл болғаны. Дәлдігі жоқ информация оны түсінбеушілікке және оған байланысты дұрыс емес шешім қабылдауға келіп соғады. Егер информация оны түсінуге және белгілі бір шешім қабылдауға жеткілікті болса, онда оның толық болғаны. Информацияның бағалылығы оның берілу жолдарында. Кейбір информация сізді қуандырады, кейбіреуі ренжітеді. Тіпті хабардың берілуі ырғағына, адамның мимикасына, қол сілтеу ретіне қарай информация әртүрлі бағаға ие болады. Бұл қызметтер электронды есептеуіш машинасының екі компоненті арқылы орындалады: бағдарламалық қамтамасыз ету және аппараттық қамтамасыз ету. Аппаратты қамтамасыз ету келесі бөліктерден тұрады: жүйелік блок, ақпаратты енгізу құрылғылары, ақпаратты шығару құрылғылары, жүйелік блок, пернетақта және монитор дербес компьютерді құрайды. Ақпаратты енгізу құралдары, пернетақта және графикалық манипулятор. Жедел жад дегеніміз жүйелік жад көбінесе жедел жад немесе ерікті қатынасты жад деп аталады. Бұл онда процессор өңдеу кезінде пайдаланылатын барлық бағдарламалар мен деректер жазылатын негізгі жад. Жедел жадта деректерді сақтау үшін оны үздіксіз деректермен қоректендіріп отыру керек. Компьютерде жатқан жедел жадтағының бәрі өшеді, ал компьютерді қосқанда барлық бағдарламалар мен деректерді процессордың өңдеуі үшін жедел жадқа қайта жүктейді. Жүйелік блок дербес компьютердің негізгі құрылғылары, жинақталған және қосымша құрылғыларды қосуға арналған қосқыштары орнатылған. Сонымен қатар жүйені электр тогына қосатын батырма қойылған. Аналық плата жүйелік блоктың құрамындағы негізгі элемент, оның ішінде микропроцессор, оперативті жады, құрылғылар, контроллер, BIOS микросылбасы, чипсет логикалық жүйенің микросылбасы жатады. Интерфейс типі белгіленуі құрылғының принципі. Индустрия стандарт архитектор, өнеркәсіптік стандарт архитектурасы, функционалды және конструктивті кеңейтілген ESA, микроканалды архитектура, 12 разрядты VLB, дербес компьютерлерге арналған жад PCMCIA және соңғысы USB шинасы, яғни USB шинасы компьютер мен жүйе конфигурациясының динамикалық өзгерісі жағдайында оған жалғанған перифериялық құрылғылар арасында мәліметтер алмасымын қамтамасыз етуге арналған. Пән бойынша қысқаша дәрістік сабақтарымыз аяқталды. Шолу жүргізіп өттік, яғни бүгінгі пән бойынша сіздерге 7 бақылау сұрағы қойылып отыр. Осы бақылау сұрақтарына өздеріңіз зерттеп, Платонос платформасы арқылы жауаптарыңызды жүктеңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.